Ал құрметті оқырмандар, қазір мен сіздерге мына жерде қалай компьютердің жалпы мінездемесін, сипаттамасын көруге болады көрсетемін. Қанша гигабайт оперативка, басқа да қанша разрядтан тұрады, соны көре аласыздар. Ең алдымен сіздер мынандай иконканы тауып алу керексіздер, этот компьютер деген. Осыны оң жақ тінтуірді басасыздар және свойства бөліміне өтеміз. Ары қарай бізде мына жерде осы құрылғының аты, ары қарай процессор типін көре аласыздар. Және де оперативті памяті менде 8 гигабайт болып тұр екен. Ары қарай бізде құрылғының коды, жеке коды, және де өнімнің коды, системаның типі. Ең маңыздысы осыны жаттап алыңыздар. Кейде сіздерге жүктейтін приложениелер осы 64 немесе 32 болып келеді. Яғни маған 64-ші разрядты операциялық жүйе сәйкес келеді екен. Видео сақтау пайдалы болса сақтап алыңыздар, арнаға тіркеліп алыңыздар.